Саламатсыздар ма балалар? Математика пәнінің 57 сабағы. Сандар жиынын құру және жіктеу. Бұл сабақта сандар жиынын құруды, жіктеуді, жиынның элементтерін анықтауды, тиісті немесе тиісті емес таңбаларды қолдануды үйренесіңдер. Сандар жиыны элементтері сандар болатын жиын. Бірінші есеп сандардан құрылған жиындар құрастыр. К 5-тен кем бір таңбалы сандар жиыны, Е бір таңбалы сандар жиыны. К жиынына тиісті және тиісті емес элементтерді атап, 5, 3, 7, 2, 0. Тиісті және тиісті емес таңбаларын пайдаланып оларды жаз. Е жиынына тиісті 4 сан жаз. Е жиыны бір таңбалы сандар. 3 К жиынына тиісті, 2 К жиынына тиісті, 0 К жиынына тиісті, 5 К жиынына тиісті емес, 7 К жиынына тиісті емес. 1 Е жиынына тиісті, 4 Е жиынына тиісті, 6 Е жиынына тиісті, 9 Е жиынына тиісті. С жиынының диаграммасына қара. С жиынына тиісті және тиісті емес сандарды ата. Балар қараймыз, диаграмманың ішіндегі 200, 400, 600, 800 бұл сандар С жиынына тиісті. Диаграмманың сыртындағы 8, 45, 90-ның С жиынына тиісті емес сандар. Т 13-тен кем екі таңбалы сандар жиыны, О 15-тен кем екі таңбалы сандар жиыны. Осы екі жиынға да тиісті элементтерді жаз. Т жиынына тиісті элементтерді жаз, Т жиынына тиісті емес екі элемент жаз. 10, 11, 12, 13, 14. 10, 12, 10, 11, 12 Т жиынына тиісті. 13, 14 Т жиынына тиісті емес, балар. Балар, жиын элементтерін атау ойыны. Қазір жиын атаймыз, бірге табайық. Гүлдер жиыны. Қызғалдақ, раушан, райхан. Өзендер жиыны. Есіл, ертіс, іле, жайық. Құстар жиыны. Қарлығаш, торғай, қарға. Таулар жиыны. Алатау, Қаратау, Зеренді. Теңдеулерді шеш. 35 қосылған А тең 74. Белгісіз сан А деп берілген екен. Үлкен саннан кіші санды азайтайық. 74-тен 35-тің айырмасы 39. Орнына қоямыз. Белгісіз санды таптық. 35 қосылған 39 тең 74. 74 тең 74. Белгісіз сан екінші нұсқада X деп берілген екен. 87 азайтылған X тең 42. X тең үлкен саннан кіші санды азайтамыз. 87-тен 42-дің айырмасы 45-ке тең. 87 азайтылған 45 тең 42. 42 тең 42. Үшінші нұсқада белгісіз санды D азайтылған 72 тең 18. 18-ге 72-дің қосындысы 90. 90-ды орнына қойып көрейік. Белгісіз сан табылды. 90 азайтылған 72 тең 18. 18 тең 18. А және Б жиындарын ата. Осы екі жиынға тиісті және тиісті емес элементтерді жаз дейді. А сандар жиыны қараймыз. Б рим цифрлар және латын әріптер жиыны екен балар, иә? Ал енді 80 тиісті А жиынына, 45 А жиынына тиісті, 9 А жиынына тиісті, 1 А жиынына тиісті. Яғни диаграмманың ішіндегілердің барлығы А жиынына тиісті екен. 7 Б жиынына тиісті, Р Б жиынына тиісті, А Б жиынына тиісті, Ай Б жиынына тиісті, Б жиынына тиісті және 7 Б жиынына тиісті. Диаграмманың ішіндегілердің барлығы Б жиынына тиісті. Енді Б А жиынына тиісті емес. А жиынына тиісті емес мына Б. Мына С А жиынына тиісті емес. X А жиынына тиісті емес, 7 Б жиынына тиісті емес. Берілген сандардың арасынан қандай екі санды алып тастағанда қалған сандардың қосындысының мәні 14-ке тең болады. Бізге 5 сан берілген. 7, 9, 6, 1, 5. Енді біз 9 мен 5-ті алып тастайық. 7 қосылған 6, 13, 13-ке бүтін қосындысы 14. Яғни екі санды алып тастағаннан кейінгі қалған сандардың қосындысы 14.
Ал балалар жарайсыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алғаш үшін арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.